Гүлсімжан, өте қуаныштымын міне. Барлығыңызға амандасқаным, қуанып тұрмын. Сіздер келіп, осы Гүлсімнің кешінде жүздескеніме, Гүлсімді кішкентай кезінен жаңа өзі айтқандай, біздің үйдегі ағаймен екеуі қаламдас екен. Бұл кісі жастардың бір әкесінде болған кісі еді. Осы Гүлсімді танып, бұл кісінің қабілетін байқап, осы қыздан бір нәрсе шығады деп, жан жақты өзінің қолдауын көрсетіп, алғашқы кітабы шыққанда да жаңа айтқандай жолды көрсетіп, сондай қызымыз еді. Қазір енді міне Құдай қаласа осындай дәрежеге жеткеніне қуаныштымын. Гүлсім, айналайын, керемет өтіп жатыр. Осы өнерің Құдай қаласа бұдан да ұштала берсін, қаламың, абыройың арта берсін, кітаптарың көп болып шыға берсін. Қазір міне қанша өзің үлкен дәрежеге жетіп жатырсың, абырой асып жатыр. Осы қызыңыздың мен де мақтанып тұр. Мен де кішкентай көзінен көргеннен кейін сіз сияқты өнердегі бір анасындай болып қалғанбыз. Мен жаңа сәл кештеу келіп қалдым. Жаңа түскенім осы болды. Сонда да бір көріп, мына куәсі болайыншы, осы кештім деп бала-шаға айтып барайын дедім. Қуаныштымын, айналайын. Өнерің өрге баса берсін. Осы жерде мына Мылтықбайдан баса Бөкең айтып жатыр ғой, Әлекең ағамыз еді. Біздің ауылдағы жаңағы ұстазымыз еді деп. Міне Құдайға шүкір, енді бұл кісілерде мына Мылтекең қандай, Бөкең жетіске келіп қалдым дейді Бөкең. Мынандай кезінде Мырзашөлден келіп екеуіңіздің жүріп, осындай елдің алдындағы ағасыздар, керемет дәрежеңіз. Міне Гүлсімжанды артынан қуып келе жатыр. Жаңа алдыңдағы апаларының артынан қуған, сен де бір сіңлісі өсе бер. Тілектеспін жаным, қуаныштымын. Көп рахмет.